Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Менің есімім Али. Ұлы даланың ұлы есімдері. Фаза жоқ. Ал бүгінгі видеоны түсіріп тұрған мен Алмас. Бүгінгі видеода біз бірнеше осындай бірнеше емес, көп, өте көп бич пакеттерге, енді бич пакет деп айтса болады. бич пакет деп қарапайым тілде айта берейік. Бич ланч, отменный вкус. Дошик дейсіз бе, кімге қалай ыңғайлы айта берсін. Роллтон. Біз ондай видеоны бір жыл бұрын түсіру керек болатынбыз. Бірақ бір белгілі себептерден қазір көресіз. Қатты үміт артқанбыз, дәмді болады деп. Бірақ үйге келіп оқыған кезде шошқаның етін майы бар екен. Дәл осы себептерден біз оны түсіре алмай қалдық, потом кейін әне түсіреміз деп қалды. Жақында біз осы супермаркеттерді аралап, осындай бір ел естімеген десін. өзіміз әлі дәмін көрмеген бірнеше лапшаларды таптық. Олардың ерекшелігі, олар осы Қазақстанда сатылады және Қырғызстанда сатылады. Решили с Кыргызстана нотку взять. Сол себептен оның ішінде не жоқ? Ана жолдағы сияқты косяк жоқ енді. Енді таза халал бүгін обзор болады. Міне енді достар, араға бір жыл салып, міне біз осындай керемет роллтон, бич пакет, дошик бәрін алдық. Қай жақ дәмдірек. Соны бірге көрейік. Келеді. Енді қайсынан бастайық? Қай жерде 5 бармақ, қай жақшы деп. Біз осындай упаковкалардағынан бастаймыз. Өйткені себебі қазір бізге ыңғайлы болады. Одан кейін міне қазақтардың бір оригинальностін мақтап жүрейін. Штрих-кодты қараңыз, лапша қылып жүрген ғой онда. Ема. Қарлығаш әнімдай. Давай енді махаббат дегеннен бастайықшы. Махаббаттан бастау керек. Бәрін махаббаттан бастау керек. Мынау ішінде приправа, глутамат натрия, таза глутамат натрия. Бәрінде ол бәрінде бірдей сорпаның негізі. Маған бір ұнағаны ішіндегі лапшасы осындай пакеттің ішінде жатыр. Бір критерий болады, қаншақты несі лапшасы өтіліп қалды, сол. Ол критерий емес қой. Өтіліп қалды аздап ағаздап. Менің ойымша ол критерий. Дәмді болса, таза болса болды. Алмас да, анау да, мынау да жақсы пікір айтпайды деп, тағы да сен мені жерге тығып отырсың, иә? Тұра құйма. Біз нелерін салмапты. Жақында бар ғой, осындай ситуация болып қалды. Магазинге бара жатқанмен бір бала мені танып қойды. Мен үйде тамақ дайындауға үлгерген жоқпыз. То ли мен саған ұнамайтын. Маған ұнамайтын бір тамақ. Ұнамайтын дегенде мен жей алмайтын бір тамақ болған, өйткені мен бауырды жей алмаймын. Бауыр жей алмайтын адамдар лайк басыңдар. Сонда, магазинге мен барып осындай доширакты алдым. Bir бала мені танып қойды, келіп айтады: "Али аға, сіз ба Puzzle'дағы?" деп. "Иә, менмін" дедім. "Қолыңызда доширак тұр ғой" деді. "Иә" дедім. Блогерлердің өмірі қиын екен ғой дейді маған. Puzzle. Сонда оның бір айда табатын ақшасы 5 миллионға дейін. Ойлаймсыздар, күліп жатсыздар, ішектен тәс болып кетті деп. Бірақ иісіне дегенде иісі слабап отыр ішінде. Тағы да сен мені жерге тығып отырсың. Мүмкін бұл махаббатпен істелінген шығар, бірақ та бұл кәдімгі роллтоннан қарағанда қатты шығып тұрған жоқ па? Дәм күшейткіштері азырақ істелінген бе? Мүмкін ол даже жақсы шығар. Негізі лапшаны жеген кезде лапшаның дәмі ашық болу керек. Приправалар, специялар көп болу керек. Бірақ кейбір адамдарға ондай ұнамайды. Мүмкін сондай сәтте осындай лапша дәмді болатын шығар. Мектептегі баға қойып, 1-ден 5-ке дейін. Өзімнің көзқарасымен қарайтын болсам, мен бірге айтамыз қазір. 3. Бірге айтамыз деген. Енді ондай болады. Мен де 3 деп айтайын деген негізі шын. Баранина тушеный. Так, мынаның нан ішінде кішкене көп нәрсе бар. комплектациясы басқандай. Сорпа негізі, Шөптер, мясной соус дейді. лапшасы енді Алмаз айтқандай, аса сынып нетіп қалған жоқ, жақсы. Шашпаш, пожалуйста. Нормально, шашқан жоқ. Айтпақшы, қырғыздар бар болса қазір комментарийге жазып қойыңыз. 1, 2, 3. Оппа. Міне осындай. Иісі ерекше болып тұр, шынымды айтсам. Дәмі қойдың еті. Лапшасында ешқандай ерекшелігін көріп тұрған жоқпын. Жай кезде қалай болып қалады? Нені көп су құйып жібересің де дәмі жаңағындай слабый болып қалады. Бірақ маған су көп құйылғанмен дәмі өте ашық болып тұр. 1, 2, 3, 4. Ана алдындағы махаббатты бұл қай жермен жеңді, тек ана специясы мықты болған. Лапшасы кәдімгі лапша. Бағасы осылай 4, ал біз келесіне көшейік. Рамен, кимчи дегенді көпшілік білетін шығар, өйткені супермаркет нелерде өте жиі кездеседі, бірақ біз оны әлі де көрген жоқпыз.
Жоқ, нормально ашпайды екен. Нан ішінде. Дәмдеуіш үшін тағы бар. Сорпа негізі. Екіншіден біз упаковкасы дұрыс ашылмайды. Әділ! Енді раменді ашамыз. Қазақстан кухнясы. Қырғыздардікі. Алькони деген екеуінде де производитель. Так, нан ішінде кимчи болу керек. Мынау мен қателеспесем сол кимчи капустасы ғой деймін. Ішінен дәл қазір көрдіңіз қалай көрінеді? Неге маған пластик всегда неудобный? Өзің Одан кейін айтасың мен жарайды, тиіспе, болды. Янында кейбір кезде капуста жараспайтын болады ғой, ондай емес. Барлық бірге прям ұйқасып тұр ғой дәмдерін барлығы. Дәмді. Нан бұрышы көп. Болды, дым сұрақ жоқ. 1, 2, 3, 5. Мен 5. Беске тартпайды әлі. Жоқ, 4. Асқазаны өлген, сендердің асқазандарын өлтіре алмай жүрмін. Негізі осы упаковкаға мен үміт арттым. Ең қымбаты осы бұл. Бұл якудза рамен. Рамен ба, рамен ба, кім қалай айтады, кімге қалай ыңғайлы. Так, мына жерде даже осындай Сырты енді суперский әдемі. сырты енді базар жоқ иә. Аштық. Мұнда приправалар көбірек енді. Бұны тағы бар. Әділді упаковкада маған айтып тұр, нан ішінде тамақ дайындалады деп. Жарайды, көрейік. Нан лапшасы бас қандай. Специялары көп екен. Походу мынау ашты болады. Ащы дәмді болады менің үшін. Мә, достар, мынау ащы болады кәдімгідей. Камераға жақындап түсін көрсетші. Бүгін әбден терлейтін түріміз бар. Егер нан упаковкасында тамақ жеуге ыңғайлы болса, мынау ең жақсы упаковка болады. Қарашы, қай жақта төгіліп жатқан жоқ па? Жоқ, төгіліп жатқан жоқ. Енді жауып қоямыз. Ащы деп жазып тұрмын да. Иә, қарасай. Міне, перчик салынып тұр. Бұрыш, және жанып тұрған бұрыш қой әсіресе. Ішінен Ооо. Так, араластырып жіберейік. Мынау почти дайын. Лапшасы кішкене басқандай. Алдындағыларға қарағанда қатты емес, ірі болып тұр. иә, ірі болып тұр. Мынаның лапшасы аналарға ұқсамайды. И біздің лапшамыз до конца піспеген сияқты. Біз до конца күткен жоқпыз. Бірақ жалпы барлық лапшаларда лапшаның өзінде специялар сезілмейді. Мынада сезіліп тұр. Біз сорпаның дәмін көрген жоқпыз. Ондай жоқ. Асықпай жесейші, қақалып өлесің ғой. Нан упаковкасы кішкене ыңғайсыз. Неге десеңіз, өйткені ішіндегі сорпаны ішуге ыңғайсыз. Мен мысалы қасықты салайын десем, дұрыс алынбайды. Шетінен шейін десем, ішілмейді нан шетінен. Сол себептен мына жерде бір минус бар, сол упаковканың минусы. Маған ұнады. 1, 2, 3. 5. Дәмді, анандай жұқа емес. Бірнеше әртүрлі препарат. Келесі әділдің қарлығашы. Бұны өзім таңдадым, білмеймін, көзіме бірден түсті. Қарлығаш деген қазақша прям қазақи болып тұр. Мынау немене? Что-то подозрение болып тұр мынау менде. Әділ! Шашпайыншы, пожалуйста. Шашпайын. Осы жерді ғой. Мына соусты иісі жаман что-то. Қосайын ба? Қосып жатқан сияқты айттым ғой. Қос. Мына жерге соевый соус, орынсыз қосты ма? Не себептен мен осындай упаковкалар жақсы көремін, мусорды осылай ішіне сала саласың. Иісі бір түрлі. Сорпасы да бір түрлі болып шықты. Сорпаның негізі жоқ. Жемей тұр бағанандай. Өлең болып еді қарлығашта. Күлкілі болу керек, не қойшы. Тебя меня рассмешнил. Рассмеял. Лапшаны шайнап жатасың, Йод қосып жүрген сияқты. аузына чувствуешь, крахмалдың дәмін. Специяна келетін болсақ, мен даже сорпасының дәмін көрмеймін. Бірақ әділ болу үшін мен сорпасының дәмін. Көр, бірақ сразу айтамын, ұнамайды. Йод и крахмал. Сояны қосты ма мына жерге? Тақ-тақ етіп тұрсыз бәрін біліп. 1, 2, 3 бағамызды айтамыз. 1, 2, 3, 2. Өзіңіз осы ролтындар жайлы өз ойларыңызды жазып отырыңыз дәл қазір. Кім қандайсын көрді, қайсы жақсы, біз келесіне көше берейік. Келесін бізге алмас алып келген, иә? Бірақ сырты енді қарлығаштан жақсырақ. Лапшасы Тоже жақсы. типа сап-сары, типа жұмыртқа қосылған деген сияқты. Мүмкін шын. Мүмкін шын. Сорпа негізінде мастеркан жүр екен ғой. Енді қайталанбайтын болсын. Сырты сим-сим, іші мастеркан. Сим-сим мастерканның братчикесі. Дәмі кішкене басқандай болу керек менің ойымша. Лапша пісті. Негізі осы ащы тағамдарды ұнатпайтын адамдарға ең керегі осы. Лапшалардың көбі ащы болады. Оны біз жаңа өзіміз байқадық, өзіміздің аузымызбен. Керемет дәмі жақсы деп айта алмаймын, бірақ та қарлығаш сияқты емес. Иә, қарлығаштың сапасы кішкене жоғары. Сорпасын көрген жоқ. Емес, сорпасын уже біліп тұрмын да қандай екен. Білеміз, но все равно барлығын көрдік. Жарайды. Магги бульон сияқты. 1, 2, 3.
3. Давай алмас таңдасын, алмас. Давай алма сен таңда. Ана қызылы болсын. Қызылы? Жарайды. Сосын мастерка, сосын 5 бармақ. Үлкенірек. Үлкенірек, иә. Прикольный. Сен мына жерде көрініп тұрған жоқ, бірақ софтбоксқа нені қарама-қарсы қойып қойсаң, ішіндегі түрлі, мына қарашы түрлі нелер ингредиенттер бар ішінде. Не бұл? Короче, қазір көреміз. Шашпаш! Шашқан жоқпын. Шашты! Қайда? Мынаның несі маған ұнап тұр. Ащы соус дейді. Қуырылған пияздың исімі. Иә, бар исі. Ой, мен қуырылған пияз жек көрем. көрем бар ғой сені. Айтпақшы, дәл қазір комментарийге жазып кетіңізші, кім пияз жейді, кім жей алмайды. Жазсын, мен пияз жей алмаймын деп. Әркім сол адамға мен лайк бассын. Дәмін көрдің, қандай дәмді. Сен көреді, давай. Жейміз до конца. Алмаз от точно. Әділге табадан да шегелерді қуырып берсе, әділ сонда жоқ қойды. А гвоздей жареных не хочешь? Отвечаю, класс. Өйткені әділ не кіру Не дедің? Осы сендер сияқты бәрі құртады. Это было жестко. Это было жестко, ё-моё. Жеп шаша кетті уже сонда. Жоқ, дәмі шында да жаман емес екен. Жоқ, иісіне қарамастан дәмі жақсы. Биг Бонның дәміне ұқсайды. Болды, есіме келді. Биг Бонда да осындай қуырылған ненің пияздың Таныс иіс болып тұр ма саған? 1, 2, 3, 4. До конца бітірейікші осы видеоны, давай. Екеу ғана қалды. Алмаз мастер істесін, мастер Чан деді. Көзін жетпей айтқа Мастер Чан деген жоқ, просто Чан деді. Сап-сары типа анандай. Жұмыртқамен істелінген табиғи. Так қара, нан ішінде жүгері бар. Жүгері. Мұнан бірден несі көріп тұрсыз қазір, ана несі сорпасы басқандай түс болып кетті. Көп уақыт өтті, бірнеше сағат өтті. Сіздерге тез болып жатыр мынау. Бір деп, мынаны жуып, дәм араласып кетпесін, барлығы әділ болсын деп соны істеп жатырмыз. Көрейік жарайды, бісміллә. Вилкамен бетіме тығып жібердім ғой кәдімгідей. 1 удар 4 дырки деп. Көп, не болса да енді кез келген лапшаға мен точно қарлығаш сияқты емес деп айта аламын. Қара бұрышы көп. Сорпасын көрейік. Дәмі білесің бе? Сен көп сөйлеме тұра. Сен или видеоға қатыс кәдімгідей, иә? Или камера артында зорба деп. Мен зорба дедім ба? Иә. Шын зорба дедім ба? Жоқ. Мен болу керек зорба дәмді деген. Мынан, короче, дәмі бар ғой, ана майонез қосылған тұшпара бар ғой. Бұрышпен. Иә, бұрышпен. Так, 1, 2, 3, 4. Неге мен 4 қойдым, өйткені анандай бағасын барлығын бірге қосып алатын болсақ, мынау жаман деп айта алмаймын. Білмеймін, маған бірдеңкесі ұнамай қалды, шын айтайын. То ли ішіндегі бір ана сливочный дәм ба? Иә, сливочный дәм. Тіліме келмей тұр ғой, сливочный дәм бар. Ана сары май қосылған сияқты ма? Әйтеуір зор болсын. Зорбасы ұнады маған. Шаршадық. Так, 5 бармақ тұс. Упаковкасы қиын ашылады. Әділ, пожалуйста, мына қуырылған қоспай қойықшы. Ана 5 бармақтың тұздық сияқтысы бар. Сол қуырылған қайттан. Қосайық, бәрі бір упаковка. Так, қазір бұлай істейтін адамдар лайк басыныш. Фу, әділ. Умаще. Анда, Дәм жақсы. анда қатып қалған. Май ғой. Мәрмін сал жер. Ой, блин. Бетін жабыстыр жейін ба? Соңғысы. Жоқ, иісі жаман емес. Шын мәнінде ана 5 бармақ сияқты. Типа, мына қоңыр приправа ет. Сорпасы да сондай болып тұр. Тұздық сияқты. Так. Соңғысы ағайындар. 5 бармақ кішкене араластырып жіберейік. 5 бармақ сияқты дәмді емес, дәмді лапша сияқты, иә? Лапшаның дәм шығып тұр, бірақ 5 бармақ дейтінде 5 бармақ деп айта алмайсың. Сорпасын көрейік. Бірақ Сен ішпей жемей неме екілдап отырсың? Бағана ғана якуза ашы, анандай несі мықты, дәмі ашық. Мынау ашы емес, дәмді. Бағанағы ашы еместердің арасында мынау ең жақсысы осы. бағасы мен өзінің дәміне өте сай келеді. 1, 2, 3 деп бағасын айтайық. 1, 2, 3, 4. Якудзаны үшеуміз жеп алдық. Соңына дейін жеп Ана тастадық. жолда чипстерін жеп тастаған сияқты. Жеп тастадық, ол ең жоғары көрсеткіштің белгісі. Ақыңнан айналайын. Бүгінгі видеомызда сол бірінші орында, қалғандары енді ортасына өзіңіз, біздің эмоциямызға, бағаларымызға сай өзіңіз
орындарын Қойып көріңіз қойып өзіңіз. көріңіз, иә. Асқазанымызды әбден қинадық. Сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басыңыз. Кім осы ютуберді ұнатса, қолдарын көтеріңдер. Подписаться деген қызыл батырманы басыңыз. Қоңыраушаны басыңыз, барлық ютубтың темасын істеңіз. Ең үлкен қолдау ол бізге сол сіздің подпискаларыңыз. Мен баяғыдан бері солай айтпайсың ба? Подпискаңыз, комментарийлеріңіз. Лайк бас, комментарий жаз. Біз барлығын оқимыз, кейбіреулерін жауап бермесек те барлығын всегда оқимыз. Бүгінге осы сіздермен болған. Мен Әділ, Али, видеоны түсірген. Алмас. Бүгінге осы пазлға жазыл.